Бүгін бізде есту мүшесінің құрылысымен гигиенасы сабағымыздың тақырыбы. Бізде бүгінгі негізде есту мүшесін білеміз ғой балалар, яғни есту мүшесінің құрылысымен бүгінгі таңда танысып өтеміз. Яғни есту мүшесінің құрылысы бізде құлақ бізде қанша түрге бөлінеді екен балалар? Үш түрге. Қандай? Сыртқы, ішкі. Сыртқы, ішкі яғни ортаңғы құлақ, сыртқы құлақ деп үш түрге бөлінеді дейді. Яғни біз сызбасын сызып, яғни құрылыстың бәрін талабымызға жазып шығамыз. Құлақ ол үш түрге бөлінеді. Ішкі құлақ, ортаңғы құлақ, сыртқы құлақ. Ішкі құрылысы шытырманға ұлығы денеді. Сыртқы құлақтың құрылымы үш түрге бөлінеді. Құлақ қалқаның сыртқы есту жолы дабыл шарбағы. Есту мүшесі ортаңғы құлақ екіге бөлінеді. Есту түтікшелері, есту сүйекшелері. Соның ішіндегі есту сүйекшелері үшке бөлінеді. Балғашық, төстік және үзеңгі. Есту мүшесі және оның құрылысы. Құлақ есту мүшесі ол үш бөліктен тұрады. Сыртқы, ішкі және ортаңғы үш бөліктен тұрады. Сыртқы құлақ бұл құлақ жалпы бірінші эволюция кезінде тек қана сүтқоректілерде ғана пайда болған. Олар сүтқоректілерде ғана пайда болған. Ал ортаңғы құлақ ол Бізде балалар ортаңғы құлақтың дыбыс сүйекшелері үшке бөлінеді. Балғашық, төстік, үзеңгі. Балғашық дегеніміз мынау балалар, балғашық. Екіншіміз бізде не? Төстік. Үшінші үзеңгі атқа мінуге, сол сияқты ердің үстінде екі аяқты тіреп, нық отыруға, тебінуге мүмкіндік беретін құралды біз үзеңгі деп айтып өткенбіз. Балалар, бүгін енді сабақты қорытындылай келе сіздерге қазір бағалы парақшалар берем. Бағалы парақшаларына жазып белгілеп шығасыздар. Бүгінгі сабақты түсіндім, әлі түсінбедім, әлі меңгеруім керек, білгім келеді деген сияқты осындай бағалы парақшалар бар. Сол бағалы парақшаларны сіздер толтырып шығасыздар да, мына тұрған қоржынға не істейміз? Саламыз осы қоржынға. Ал бағалы парақшасындары сіздер бүгінгі сабақты. Ал енді балалар, бүгінгі үй тапсырмамыз есту мүшесінің құрылысы мен гигиенасы. Жалпы бізде есту мүшесінің құрылысымен танысып, яғни біз құлағымызды жаңағы гигиенасын сақтап жүруіміз керек, балалар, үй тапсырмасы. Бағалы парақшасы болсаңыздар, әкеп қыстырып қойыңыздар. Айым келеміз. Балалар келеміз, қыстырыңыздар. Соның үстіне қыстырыңыз, магнитінің үстіне. Келдар. Яғни біз бүгінгі сабағымызда жаңағы сабағымызды қорытындылағанбыз, біз қаншалықты меңгердік бұл сабағымызды, қаншалықты білдік деген сияқты осы жаңа бағалау парақшасын таратып